Сәлем достар, бүгін біз орама нан немесе ханум пісіреміз. Өте дәмді тамақ. Алдыменен 300-350 мл суға 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. 600-700 грамм ұнға тұзды суымызды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Біраздан соң қамырымызды қайтарып бір елеп аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. 600-700 грамм фаршқа 2-3 картошкамызды теркадан өткізіп саламыз. Немесе 4 бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Жуамызды ұсақтап тураймыз. Салмамызға 1 шай қасық тұз және қара бұрыш қосып араластырып аламыз. 50-100 грамм су қосамыз. Ол салмамызды құрғақ болмау үшін қосамыз. Енді қамырымызды күлшелерге бөліп аламыз. Күлшелерді жұқа етіп оқтауменен жаямыз. Видеода көрсетілгендей. Жайған қамырымызға сұйық майды жұқалау етіп жағамыз. Дайын тұрған салмамызды қамырдың үстіне жайып шығамыз. Бір тегіс қылып, жұқалау етіп. Енді қамырымызды рулет етіп ораймыз. Видеода көрсетілгендей. Манты қазанымызға рулетімізді салып 40-45 минут буда пісіреміз. Орамамыз дайын, өте дәмді. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайын болған ораманы соуспенен, аскөк сеуіп ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.